Құймақтар табағы жабыспайды. Бүгін сіздермен осындай тесік болып шығатын құймақтың жасалу жолын көрсетемін. Жасалу жолы өте оңай. Алдымен ыдысымызға салқын сүтімізді құямыз. Одан кейін үстіне су құйып, жылығанша араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін тұз қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Үстіне 4 ас қасық қант қосып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болған соң, жаңағы дайындалған ыдысымыздағы сұйықтығымыздың жартысын теңдей қылып екінші ыдысқа құямыз. Құйғаннан кейін ұнымызды бірден салып тастамаймыз. Егер де бірден салған жағдайда ұнымыз дұрыс араласпай, түйіршік болып қалады. Сондықтан бөліп саламыз. Салып отырып, жаңағы екінші ыдысымыздағы сұйықтықтан бір шөміштен құйып отырып араластырамыз. Енді 40 грамм ұнымызды алып, ішіне 1 шай қасық содамызды салып араластырамыз. Жаңағы дайындалған қамырымыздың ішіне салып араластырамыз. Дәл осылай қатты қою болып шығады. Осы дайындалған қамырымыздың үстіне қайнаған суымызды құямыз. Салқын су жарамайды. Енді араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін үстіне сұйық майымызды құйып араластырамыз. Мінекей қамырымыз дайын. Қамырымыз дайын болғаннан кейін табамызды қыздырып аламыз. Қыздырып алғаннан кейін сұйық майдың орнына құйрық майымызбен жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін бір шөміштен салып, бірінші бетін орташа отта 1 минутта пісіріп аламыз. Одан соң екінші бетіне аударып пісіріп аламыз. Мінекей құймақтарымыз дайын. Және де бұл құймақтарымыз табаға мүлдем жабыспады, әп-әдемі тесік болып шықты. Егер де құймақтың жасалу жолы ұнаса, арнама тіркеліп, видео лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.